Аңғали Ахилбай, Аяулым Қалдарова, Ақтөбе Open. Е4, Е5, АТФ шатсы 6, піл Б5, Испания партиясы А6, піл А4, АТФ 6 рокировка, піл Е7, тура Е1, Б5, піл Б3, Д6 және H3. Қызық екен, жалпы неге атты А5-ке қоймайды және мына Б3-тегі пілге неге шабуыл жасамайды деген менде сұрақ туындайды. Рокировка А4, піл Б7, Д3, ат А5. Енді Михаил Иванович Чигориннің негізгі идеяларын жүзеге асырайын деп жатыр. Піл А2, С5, ат Б2, H6. Бұл енді көбінесе Василий Васильевич Смысловтың вариантында орын алады, бірақ неге бұлай жүргенін түсінбедім. Өйткені мына F5-тегі торды әлсіреп қалады. Ат F1, тура E8, ат G3, піл F8 және C3. C4 мүмкіндік бар болса, мына пілдің жолын жабу. Алдық және піл Б1. Неге бұлай барғанын түсініп тұрған жоқпын әзірше. Мүмкін мына Е4-тегі сарбазды қорғаудың амалы шығар. Ат Б3 бірден ат шеге мына жерге және мына жерге шабуыл жасаймыз. Алдық. Енді батареямызды құрдық. Батареямызды А жолын басып алдық және болашақта мүмкін Е4-тегі сарбазға қысым көрсететін шығар. Д4 алдық және ат негізгі орталықтағы сарбазды алды. Алдық және ат Б5. Д5. Бұл жерде мына піл, мына аттан мықтырақ екені көрініп тұр. Себебі позиция ашық және екі қанатта, оң қанатта және сол қанатта жүзеге асырылып жатыр. Бұлай піл С5 өзінің сүйікті қиғаш жолына тұрды. Ж3, H5 өте сауатты ойын. Байқасаңыздар, мына сарбаздар мына пілге кедергі жасамайды. H4 және Ж6. H4, Ж6, ат Д4, алдық. Енді уәзірмен болатын эншпил. 3 қағида бар. Біріншісі, уәзір бүкіл сарбаздарды, барлық сарбаздарды қорғау керек. Екіншісі, өтетін сарбазды ұйымдастыруға тырысу керек. Үшіншісі, құтылмайтын шақты болдырмау керек. Кеттік. Көрейік, қандай патша H2, F6 патшасының белсенділігін арттырып жатыр. Керемет. Не айтуға болады? Сауатты ойын деген осы. Және Б3 неге бұлай жүргенін түсініксіз. Уәзір Б3 шах алдық, сонымен ел аман жұртынышта өтетін сарбаз пайда болды. Осымен ойын бітті шын. Бұлай кеттік. Қалғанын енді айтудың да қажет жоқ. Өйткені мынау тарыш ережесі, тарыш ережесіне сәйкес мүмкіндік бар болса, ауыр фигураларды артынан орналастырған дұрыс. Д6 қалған енді аса қиын емес, өйткені қаралардың басымдығы өте үлкен және бұған қарсы тұратын ешкім жоқ. Міне осындай партия. Неге Б3 деп жүрді, бірақ мүмкін басқа да амалдары жоқ болған шығар. Өткен ерте ме кеш пе мына қара патша мына жерге кеп қалуы мүмкін. Мына жерге ақырындап кеп мына жерге келуі мүмкін деп жатқаным ғой. Бәрібір мына Б2-дегі сарбаздан айырылады.